Желіде жақсы жаңалық тарады, барша хабардар болсын. Бұл жаңалық үшін видеоролигіміз астына бір емес, мыңдаған лайк бассаңыздар дейді. Барша зейнетақы алатындар хабардар болсын. Желіде жедел ақпарат. Сәлеметсіздер ме, қымбатты көрермен, біздің арнамызға қош келдіңіз. Әлемде және Қазақстанда болып жатқан жаңалықтарды ең біріншілерден болып білгіңіз келсе, біздің арнамызға жазылып өтіңіз. Видео астына бірден лайк және жазу түймелерін басып қойыңыз. Қолдарыңыз қабатулғаның қабырғаларына тисін. Біз сізге ең жақсын ұсынамыз. Қазақстанда жаңа зейнетақы реформасын жүргізу. Мәжіліс депутаты Әділ Жұбанов премьер-министрдің орынбасары Тамара Дүйсеноваға сауал жолдады. Мәжілісмен елімізде ең төменгі зейнетақының ең төменгі жалақы мөлшеріне дейін арттырып, жаңа зейнетақы реформасын жүргізуді ұсынды деп хабарлайды Тенгриньюс тілшісі. Парламентарий биыл ең төменгі жалақы 70 мың теңгеге дейін көтерілсе, келесі жылы 85 мың теңгеге дейін көтеру жоспарланып отырғанын еске салды. Оның айтуынша, ең төменгі зейнетақы мөлшері 57 мың теңгеден сәл артық. Ең төменгі жалақы өмір сүру құнын ескере отырып белгіленеді. Сондықтан ең төменгі зейнетақыны ең төменгі жалақыға сәйкестендіру үкіметтің алдында тұрған өзекті мәселелердің біріне айналуы тиіс деп есептейміз, деді Жұбанов. Видеоролигімізден көбірек хабардар болу үшін жақындарыңызға таратуды және лайк басуды ұмытпаңыз, қымбатты көрермен. Біз сіздер үшін ең соңғы жаңалықтарды біріншілерден болып жеткіземіз. Сіздер де жұмысымыз жауапсыз қалдырмай, видео астына өз лайктарыңызды қалдыра кетіңіздер. Бізді бақылауды жалғастырыңыз.